Баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай достар? Бүгін сіздермен бірге түскі асқа біз гречка дайындаймыз етпен бірге, яғни қара құмық қазақшасы. Олай болса менімен бірге болыңыздар. Қарамастан бұрын каналыма тіркеліп лайк баса кетсеңіздер болады. Ең алдымен етті турап осылай қуырып аламыз. Мен оның алдында кішкене чеснокты турап, теркадан немесе өткізіп осылай қуырып етпен бірге салсаңыздар өте күшті болады дәмі. Етті салғаннан кейін осылай сәбізді алып, оны тазалап, енді осылай кішігірім қылып тураймыз. Яғни менде үлкен емес, үйдің сәбізі болғандықтан осындай кішігірім сәбіздер, сол себепті мен осылай оны екіге бөліп қана турап жатырмын. Қуырылып жатқан етке осылай туралған сәбізімізді салып, кішкене араластырып аламыз. Кейбіреу керісінше жасайды, яғни ең алдымен осылай пиязбен сәбізді салып, оны қуырып, оның үстіне ет салып, бірақ мен керісінше жасаймын. Ең алдымен етті қуырам, одан кейін біраздан кейін осылай сәбізін турап саламын. Енді қалауыңызша алып тұзбен бұрышын себесіздер. Мен осында 2 шай қасық тұз салам, бізге сол жеткілікті. Одан кейін өзіме ұнайтын сол приправаларды салам. Маған осы чеснок өте қатты ұнайды, гречкамен дәмі өте күшті шығады. Салып көрмесеңіздер, көріңіздер, өте дәмді болады. Жақсылап араластырып, тұзын бәрін салып болсаңыздар, онда енді су құюға болады. Қайнап тұрған суды кішкене құясыздар, тағы да біраз осылай қуырасыздар енді сумен бірге. Суын қойып, бұқтырып қойсаңыздар, енді гречканы осылай алып, қалауыңызша салып, енді оны кішкене жуып дайындау керек. Менде уже тазаланған гречка, сол себепті мен бірден оны жуамын, тазаламаймын. Жуып болғасын кішкене су қойып, бір 10 минутқа сумен бірге қоя тұрамыз. Еті примерно 25-30 минуттай менде қайнады. Енді осының үстіне мен гречканы салдым, жаңағы жуылған. Енді тек қана пісіреміз. Осымен гречкамыз дайын болды. Көрейік.